Желдің жеңіл сыбыры мен шырылдаған шегірткелердің үні баяу басылады. Түнде қысқа жолмен жүргенде соған бірден өкінген кезің болды ма? Бұл сондай жолды таңдап басынан өткен оқиға адамды қараңғыда жалғыз жүру туралы 2 рет ойлануға мәжбүрлейтін бір жас жігіттің хикаясы. Бұл 2019 жылы Қазақстанның оңтүстігіндегі шағын таулы ауылда болған. Түн жарымы, ауыл ұйықтап жатыр, ай бозарып төгіліп тұр. Бірақ бір адам әлі ояу. Еркін атты жас жігіт жұмыстан кеш қайтып келеді. Ол шаршаған, аяқтары сырқырап тұр. Тек төсегіне жетуді қалайды. Алдындағы ұзақ ер жолға қарап күрсінеді. Сосын көзіне ескі арамшөп басқан егістіктің арасымен өтетін соқпақ түседі. Бұл қысқа жол, бірақ ол ескі зираттың дәл қасынан өтеді. Түнде барма дегендерді елемей еркін сол соқпаққа түседі. Түн тым тыныш, жел жоқ, тек аяқ астындағы қиыршық тастың сырт-сырт еткен дыбысы ғана. Кенет арт жағынан әлсіз күлкі естіледі. Еркін жалт бұрылып қараңғылыққа қарайды. Ештеңе жоқ, тек бос жол мен алыстағы ескі құлпытастар. Қиялым ойғы дейді ол, өзін жұбатуға тырысып, бірақ бірнеше минуттан соң қайтадан бір үн. Бұл жолы күлкі емес, дауыс, жұмсақ әйел даусы, тура құлағының түбінен сыбырлайды. Еркен, тоқта. Қаны суып кетеді. Жүрегі тоқтап қалғандай сезіледі. Артына бұрылып қарайды. Ешкім жоқ, соқпақ бос. Бірақ төмен қарағанда жердегі өз ізінің артында жаңа іздердің пайда болып жатқанын көреді. Бірінен соң бірі. Көрінбейтін біреу тура артынан келе жатқандай. Ауа кенет ауырлап суып кетеді. Ағаштар шайқалып, бұтақтары сықырлайды. Бірақ жел жоқ, мүлде жоқ. Қорқыныш билеген еркін бар күшін жинап жүгіреді. Артқа қарамайды. Бірақ көзінің қиығымен қозғалысты байқап қалады. Ағаштардың арасынан ұзын, арық қараңғы силуэт көрінеді. Ол жай ғана тұр, оған қарап тұр. Беті жоқ. Еркін айқайлауға да шамасы келмейді. Қорқыныштан тілі байланып қалады, жүгіріп келеді. Жарық көрінгенше тоқтамайды. Үйіне жетіп, есікті тарс жауып іштен құлыптайды. Арқасын ағашқа тіреп демін әрең алады. Бір сәт тынығып терезеге қарайды. Ештеме жоқ, көше бос. Тыныштық қайта орнағандай. Бірақ көзі есік алдындағы топыраққа түседі. Сонда бір түрлі іздер жатыр. Адамныкі емес, жануардікі де емес. Аралас, қорқынышты іздер. Келесі күні таңертең еркін ауылдың ақсақалдарына айтып береді. Олар үнсіз тыңдайды. Ең қарт кісі басын шайқап, мұңы үнмен айтады. Түнде ол соқпақпен жүрмейді. Балам, сен аман қалғаныңа шүкір ет. Баяғыда дәл сол жолда бір адам жоғалған. Ол сол жерде жын шақырып қателік жасаған екен. Еркін аман қалды, бірақ ол көрген нәрсе оны мәңгі өзгертті. Ал сен сол соқпақпен жүрер ме едің, Жазыл? Ал біз келесіде басқа бір түннің құпиясын ашамыз.